Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз нөмірі 21-ші сабағымызды бастаймыз. Жақшасыз өрнектер және олардың мәнін тиімді тәсілмен есептеу. Бірінші есеп, зерттеу. Өрнектерді оқы. Мысалы, А мен 56-ның қосындысы, 100 мен 21-дің айырмасы, Б мен 39-ның айырмасы, 15 пен 26-ның қосындысы, 47 мен К-ның айырмасы. Осы өрнектерді қандай топтарға бөлуге болады? Әріпті өрнек және санды өрнек деп бөлуге болады. Әріпті өрнекке А мен 56-ның қосындысы, Б мен 39-ның айырмасы, 47 мен К-ның айырмасы жазуға болады. Ал санды өрнекке 100 мен 21-дің айырмасы, 15 пен 26-ның қосындысын жазуға болады. Келесі. Енді осы өрнектерді екі топқа бөлеміз, олар қосынды және айырма. Қосындыларға А мен 56-ның қосындысын, 15 пен 26-ның қосындысын жазуға болады. Ал айырмаға 100 мен 21-дің айырмасы, Б мен 39-ның айырмасы, 47 мен К-ның айырмасын жазамыз. Құрметті ата-аналар және оқушылар, біздер 2-ші сынып математикасының 1-ден 20-ға дейінгі сабақтарын YouTube-қа толық жарияладық. Енді 21-ші сабақтан 136-ші сабаққа дейін, яғни 31-ші мамырға дейінгі сабақтардың толық нұсқасы тек қана Instagram жабық парақшасында жарияланады. Жабық парақшаға кіру құны 6000 теңге. Бір рет төлем жасайсыз да, алдағы болатын сабақтардың барлығын жабық парақшада көре аласыз. Тіркелу үшін 8 747 758 8696 менеджер нөміріне хабарласыңыз, немесе сол нөмірге WhatsApp-қа жазыңыз. Менеджерге жазсаңыз, сізді тіркеп береді. Сіздерге сәттілік тілейміз. Келесі сабақта кездескенше.